Endi kelesi кезекте керемет әніңізді қабыл алыңыздар, тамаша ән болсын. Бізден сөзін білетіндер, әдемілеп қосылып olsun, сөзін білмейтіндер, аңырсымай әнін бұзбай тыңдасындар. Дәл 18-ге топ қойынбай жалды. Аспандағы таусылмайтын темір қарасы, бәйгі шабар жарыстан күйін жазы, ақ тамақтан көтеріп дегенде. Берек сөзінде тұратын жігіт. Тұрады? Сері! Нормально жақсы ғой? Енді қыз көреді. Ал баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қайырлы күн. Бұл шығарылым көптен күткен шығарылым болғалы тұр. Неге десеңіздер, енді өздеріңіз білесіздер, мен Инчон қаласында тұрамын. Инчон қаласынан Гуанчжоуға келіп, мінекей Гуанчжоуда үлкен дүбірлі той болғалы жатыр. Примерно бір 120-110 адамның көлеміндегі дастархан жайылған. Примерно көрсетейін, қарсаңыздаршы, мына вид ойбай, атмосфераны керемет қарсаңыздаршы. Не деген вид, не деген атмосфера. Мынау андай подиумда жүретін қыздар бар ғой. Вот соларға арналған ғой мынау. Примерно ше. Осылайынан жүріп бар. Бүгін енді керемет той болайын деп тұр. Так что бізбен бірге болыңыздар. Қызықтың бәрі алды. Сол үшін лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды жазып, каналға жазылып, барынша мені қолдап отырыңыздар. Сіздерге алғысым шексіз болар. Рахмет. бір емес қос асаба осы тойға келіп отқан жайы бар. Сондықтан да мінекей тараздың қарнына, қыздардың арманы, тас жайнап құм түкірген азулы асаба, күміс-күнгі жезтаңдай әнші ұлдарымыз, тараздың бұлбұлы, тараздың жұлдызы десек те жарасады. Абдолла ұлдарыңызға бір шапалақ қойыңыздар. Алфавиттің атырады қасында, одан кейін тұрады қасында. Адыгенім аталар, әдігенім әжелер, келіп отқан бет ашарда осында. Адыгенім аталар, әдігенім әжелер, келіп отқан бет ашарда осында. Қандай тойды көріп жүрмін достар. Мынандай тойды бірінші рет көруім. Қараңыздар, сыйлық мынандай керемет кітаптар. Жыл санаулы. Жайнамазбен Қандай жыл санаулы. қандай керемет. Осындағы тараздың қарлана, асабаның арлана, күміс-күнгі жезтаңдай әнші ұлдарымыз, тас жайнап құм түкірген Абдолла ұлдарымызды арнайы қош жегін көмірмен, домбырамен ордаға қарсы алыңыздар мінекей. Бұл дүние ешкімге де жетпеген, сабыр сақтап сөз тыңдайық ендеше азан даусы естілгендей бекітілген. Микрофон болмайды екен. Қошемет етпейік.
Kореyaдағы қазақтардың баршасының патриоттық сезімін қазір көретін болсаңыздар, қараңыздаршы, не деген сез, не деген чувство. Ру, ойбай, не деген ру. Маңдайымнан сыймап өткен осылай тойдың соңында торттар қалып келеді ғой. Ешкімге бөліп таратпайшы. Сөз тұрып алып өзім жейтін әдетім бар. Торттар зор екен, ойбай.